Сәлем достар, байланыста сіздермен Гаухар. Мен бүгін сіздерге сайттарыңызға суреттерді сапасын жоғалтпай қалай кішірейтіп салу керек екенін көрсетемін. Мен Tilda платформасында сайт жасаймын. Суреттерді кішірейтіп, минималды көлемде салу керек. Tilda платформасының ішінде толық нұсқаулық бар, бірақ мен өзім қалай істейтінді сіздерге көрсеткім келіп тұр. Суреттерді Photoshop немесе басқа да платформаларда кішірейтуге болады, бірақ ол жерде сапалары төмендеп, пиксельдер пайда болады. Сондықтан мен осы тәсілді қолайлы деп сіздермен бөлісемін. Жазылуды және өз пікіріңізді қалдыруды ұмытпаңыз. Photoshop'та алдын ала дайындап қойған файлды ашамыз. Содан кейін оның көлемі міне 2808, оны 1680-ге төмендету керек. Tilda және басқа да сайттарда үлкен жағы суреттің 1680 болған, жақсы. Сондықтан біз оны смарт объектке айналдырамыз. Содан кейін изображение деген жерге кіріп, размер изображения деп, мына жерде 1680 дейміз. Астындағы биіктігі өзі өзгереді. Суретті біз JPEG форматта сақтаймыз. Ары қарай tinypng.com деген сайт бар. Сол жерге біз жаңағы сақтаған суретімізді енгіземіз. Көріп тұрғандарыңыздай оның көлемі 1,2 мегабайт. Ол 212 килобайтқа шейін төмендеді, 81%-ке азайды. Оны да біз жүктеп сақтап қоямыз. Көріп тұрғандарыңыздай кейінгі сурет 212 килобайт, оның алдында бізде 1,1 мегабайт болған, оның алдында 2,76 мегабайт болған. Назарларыңызға рахмет. Осындай пайдалы видео көргілеріңіз келсе, астында пікірлеріңізді қалдыруды ұмытпаңыздар. Және де жаңа материалдар жіберіп алмас үшін каналға жазылыңыздар.